Түсіме бейнең енеді, сағынам ана себебі. Алдыңда жатып әлі күн, еркелеп қайтқым келеді. Алыстап кетіп қасымнан, аңсаттың бүгін асыл жан. Иіліп барсам үйгенді, искер жан жоқ басымнан. Өмірдің жүгін сезінбей, өсірдің бізді көз ілмей. Айналдым деген сөзіңді, айталмас ешкім өзіңдей. Анамыздың сол мейіріміне шөлдегелі, сол сөзін естімегелі биыл 20 жылдың жүзі болыпты. Сол 20 жылдың әр күнінде, тіпті әр мезетінде жан анашымыздың жарқын бейнесі жадымыздан шыққан емес. Тірі жүрсе, осы жазда 80-нің сеңгірінен 8 белес асқан тойының куәсі болар ма едік? Амал нешік? Зылиха Қуанышқызы қазақтың сүт бетіне шыққан қаймақтары жаппай репрессияға ұшыраған сонау 1937 жылдың 26 маусымында жарық дүниенің есігін ашты. Осы кезде ұлтымде бұрандаған зиялыларынан айырылып, болашағына балта шабылып жатқан жұрт, болашақ қазақ тілі маманының өмірге келгенінен бейхабар еді. Қуаныш әкесі мен кенже шанасының өрелі өнегесін, тәлімді тәрбиесін бойына сіңіріп өскен қыз жастайынан олардың сенім артар сүйеніші болды. Алайда анамыздың әлі буыны бекіп, қабырғасы қатып үлгермеген қаршадай ғана жасында нағаша жеміз дүние салыпты. Тағдырдың осы тауқыметі ол кісіні қатарынан ерте есейтті. Үй шаруашылығымен қатар кішкентай інісі Жұмаштың жауапкершілігі енді 12 жасар Зылиханың иығына артылған. Бірақ тумысынан намысшыл әрі жігерлі жан бұл қиындықты мойымай көтере білді. Сабақты озат оқып, мектепті үздік аяқтады. Туған жері Семей облысы Аягөз қаласынан арман қуып Алматыға аттанды. Бұл 1955 пен 1960 жылдардың аралығы еді. Қолына дипломын алған соң, ұстаздық өмірдің алғашқы жылын шырайлы Шымкентте бастаған анамыз одан ары қарай Кентауға кетіп, оңтүстік өңірдегі өскелең буынды білім нәрімен сусындатты. Әбден ысылып, мол тәжірибе жинап, араға аттай 6 жыл салып барып қана қайтадан туған жері Аягөзге оралды. Жас ұрпақтың алдында жауапкершілігі мол саланың майталман маманына айналды. Аудандық, облыстық, республикалық дәрежедегі көптеген жарыстарда оза шауып, олжа салып, биік белестерді бағындырды. Кеңес одағының кезінде тұралап қалған ана тіліміздің ұмыт болмауына, жастардың жадында сақталуына осылайша терін төгіп, аянбай қызмет етті. Пионерлер үйінің директоры болуы да, мектепте завуч міндетін атқаруы да, ол кісінің өзіне артылған жауапкершілікті бар болмысымен сезіне білетін қасиетінің арқасы десек, артық айтпағанымыз. Қаншама шәкірттер тәрбиелеп, қаншалаған еңбектері республикалық басылымдарда жарық көрген Зылиха Қуанышқызы нәтижесінде Қазақстанның оқу озаты, Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы сияқты құрметті атақтарға ие болды. Осының бәрі ұйқысыз түндер мен тынымсыз күндердің, іркіліссіз ізденіс пен еселі еңбектің жемісі. Ол кісі мектепте ғана емес, үйде де ұстаз болатын. Біздің де үздік оқуымызды талап ететін. Бойымызда қандай да бір жылт еткен жылылық, жалт еткен жақсылық болса, соның бәрі аяулы анамыздың сүтімен еніп, сүйегімізге сіңді. Барлық ізгі қасиеттерді сөзімен де, ісімен де көрсетіп, бізге өмірлік ұстаз бола білді. Алайда кенеттен келген тағдыр соққысы Сәуле, Гүлнар, Қуат, Динара атты Алланың берген 4 перзенті мен 4 көзі түгел, 4 құбыласы тең жанды теңселтіп жіберген. Ол соққы 1992 жылы кенже қызы Динараның небәрі 16 жасында кенеттен дүние салу еді. Бұл сынақтың анамызға ауыр тигені соншалық,
сол күннен бастап ішкі жан дүниесі үлкен күйзеліске ұшыраған. Өмірге деген құштарлықтан айырылып, күннен күнге алға басқан қадамы артқа тартқан анасын алдарқату үшін осы кезде тұңғышы Сәуленің аягөзге келуі жиілей бастады. Әйтеуір азда болса көңілі бөлінсе деп, Алматыдан қорап-қорап шайды аягөзге қайта-қайта таситын. Ал Зылиха анамыздың міндеті оларды сатып, ақшасын жинап беру болатын. Осы істерінің оң нәтиже бергенін көріп, Рахматулла мен Сәуле екеуі ақылдаса келе, 1996 жылы ата-анасы Зайкен мен Зылиханы Алматыға түбегейлі көшіріп әкелуге шешім қабылдады. Нәтижесінде осы ойлары жүзеге асып, аядай ғана аягөздік ардақты ұстаз алып қала Алматының тұрғынына айналды. Қазірге дейінгі барлық табыс пен берекенің қайнар көзі болып келе жатқан үлкен кәсіп Сәтбаев пен Байтұрсынов көшелерінің қиылысындағы кішкентай дүңгіршектен бастау алған. Сол кішкентай дүңгіршек үлкен жүрек иесінің қайғыны ұмытып қайта түлеуіне, елмен араласып еңсе көтеруіне таптырмас мүмкіндікке айналды. Анамыздың алақаны ашық, жаны жомарт, жүрегі жұмсақ кісі еді. Сол маңға жақын орналасқан политехникалық институт студенттері жиі келіп сауда жасайтын. Марқұм болған Динарасымен шамалас жастарды көрген сайын елжірей қарап, ауылынан алыс жүрген балаларға Зылиха апа әжесіндей қамқорлық танытатын. Олардың ыстық тамақ ішпей жүргендерін уайым қылатын. Осыдан кейін араға көп уақыт салмай, сол жерден кафе ашуға тура келді. Студенттердің сөзіне байланысты Уапашки аталып кеткен асханада түрлі тағамдар әзірленетін. Аспаздан анамыз балаларға тамақты мол салып беруді талап ететін. Көлемі аз көрінген тарелка көзіне түссе, аш құрсақ балаларға анауың жұғын болама деп, асты тиісті мөлшерден артық салдыратын. Осы уақытқа дейін дүкен, кафе, сауна, мейрамханалар мен қонақ үйлер секілді түрлі істерді игеріп, перзенттері қандай да бір табысқа жетсе, соның бәрі Зылиха Қуанышқызының әлгіндей ақ пейіліне берген Алланың сыйы болар деген ой келеді. Себебі кең болсаң, кем болмайсың. Осындай асыл кісінің аты жаман ауруға шалдығып, күн сайын күрт нашарлап бара жатқаны бұл отбасының өміріндегі ең бір ауыр күндер еді. Перзентін туғанша құрсағында, туған соң білегінде, одан соң өмір бойы жүрегінде көтеріп өтетін аяулысынан айырылу ешкімге де оңай соқпасы анық. Ақырында айналдырған дерт алып тынып, 2005 жылдың 29 қаңтарында 67 жастағы Зылиха ана мәңгілік мекеніне аттанды. Тұла бойы тұңғышы Сәуле үшін аспан айналып жерге түскендей астан-кестен күндер басталды. Өмірінің соңғы сағатына дейін жан анасының жанынан табылып, жақсылықтан үміттенген нәзік жүрек бұл қайғыдан дауыл күнгі қайықтай шайқақтап қалған. Әйтсе де өлгендердің өмірі тірілердің көңілінде жалғаса бермек. Осы мақсатпен аналарының атын ардақтап, жолдасы Рахматулла екеуі Алматыдан Зылиха атты қонақ үй салуды көздеді. Істері оңға басып, ойдағы ол мақсатта орындалды. Бірақ дүниенің бар игілігі бір анаңның орнын баса алмайды екен. Құлыным деген сөзінен қуат алып, ботам деген сөзінен бойы балқып, ендігі жерде анасына еркелей алмайтыны тұла бойын қаңтардың аязындай қарып өткен. Әрине, ана мейірімін естен шығару еш мүмкін емес. Студент кезінде филфактың ақ қызы атанған Зылиха Қуанышқызы өте реңді кісі еді. Жүзінен нұры тамып, жүрегінен жылу тарап тұратын. Ұжымына үйімшіл қасиетімен сыйлы болатын. Көпшіл көңілі қонақ күтуді жақсы көретін.
және бір қасиеті ерекше бауырмал еді. Жұмаш інісін тіпті өзінен де артық сүйіп, анасындай қамқор болып өтті. Алдымен өзі келіп, артынша бауырында бала-шағасымен Алматыға алдырды. Көз алдымда болсын, жарқын жүзін жақын жерден көріп жүрейін деген махаббаты ғой. Жалған дүниемен қоштасар алдындағы соңғы аманаты да сол бауырының жағдайы болды. Жұмашқа барынша көмек беріп, көз қырын сала жүруді Сәулеге тапсырып кетті. Аллаға шүкір, бүгінде алтын тамырлы Шынардай анамыздың ұл-қыздарынан тараған Руслан, Рүстем, Динара, Артур, Айгерім, Аян, Әлия, Динара, Қуаныш, Асанәли, Сұлтанәли немерелері мен Даяна, Амирлан, Дінмұхаммед, Ерсұлтан, Аяулым, Ариана, Даниелла, Алан, Эмир, Дален, Сафия шөберелері өсіп-өніп, өркен жайып келеді. Зылиха әжесі бастап беріп кеткен отбасылық бизнестің ендігі иелері де солар. Кафелеріміз бен мейрамханаларымыз көптің қуанышын тойлауға, азық-түлік дүкендеріміз жұрттың қажетін қамтамасыз етуге жараса, ал қонақ үйлерімізде алыс жақыннан келген жолаушылар тыныстап жатса, қысқасы, біздің қарамағымыздағы қандай да бір кәсіп түрінің халыққа пайдасы тисе, сол істеріміздің сауабы Зылиха Қуанышқызының артынан барып тұрса екен дейді бүгінгі ас иелері. Өйткені Зылиха анамыз осындай жетістіктердің тікелей себепшісі. Ол кісі бала-шағасы үшін Алладан бар жақсылықты шын пейілімен тілеп өтті. Артында осыншалық саналы ұрпағы тұрғанда, Зылиха Қуанышқызының да ардақты есімі ұмытылмақ емес. Ендеше олардың оқытқан Құраны мен жасаған дұға тілектері қабыл болып, жаратқан иеміз асыл жар, абзал ана рухын мәңгілік мейіріміне бөлесін. Жасыма қолым қысқа, жолым да ауыр, жалғанда жанбады деп бағымда бір. Сен менен бақыттысың, білесің бе, себебі сенің анаң жаныңда жүр. Хәл сұрап хабарлассаң тілдеседі, тілдессе көңіліңнен мұң көшеді. Қолдай көр, қорғай көр деп құлынымды, қосады дұғасына күнде сені. Сендегі сол мүмкіндік маған арман, шықпайды енді ешқашан анам алдан. Келместің кемесімен жолаушылап, қол бұлғап, ұзап кеткен жағалаудан. Қайғының әр жүректе сызы барын, айтады әжімдердің ізі қалың. Ақшасы бар адамға емес қазір, анасы бар адамға қызығамын. Көктегі күндей, көктемгі гүлдей, нұрын сепкен жаныма жанашырам.